Hey, assalomu alaykum, sендермен мен Барс. Чотам көп вакытка жок болуп кетип, бирде бармын, бирде жокмун. Энди сону бир жумшайын деп City Mobile'га кирип, осылай контейнер ашатын боламыз. Бүгүнкү видеода сол контейнер ашып, GAZ69-ды түшүрүп алуу керек боламыз. Ал сендер эң алдымен ардынан тиркелип, лайк басып кетиңдер. Энди биз эң алдымен өзүмүздүн обычный контейнер ашамыз, және автомобиль және кийимдер контейнер ашатын боламыз. Ең бірінші бұл жерде бізде обычныйда аптека, ремонтный аксессуар, және бізге бұл жерден 50 000 рублей түсті. Ал енді автомобильдікін ашатын болсақ, бұл жерде бізде түседі. Қазір кардан тексереміз. Бұл жерде Mercedes-Benz GT63 деген машина түсті. Енді біз киімдерге барамыз да, киімдер контейнерін ашамыз. Енді бұл жерде /конт деп ашамыз. Қазір бұл жерде қате болып қалды, қайтадан жазамыз. Бұл жерде бізде ДПС, армиянка және ФСБ тағы да басқа киімдер бар. Енді біз понятно деген кнопканы басып ашамыз. Енді бізде инвентарға кіреміз. Бұл жерде міне 287-дегі ID және бізде армияның лидерінің скины түсті. Енді біз дальше өзіміздің автомобиль контейнер ашамыз. Ең алдымен біз өзімізге слот сатып аламыз. Слотты біз услугидан сразу слот авто дегенді аламыз. 3 рет абыстаймыз сразу. Және шығып контейнерден автомобиль ашатын боламыз. GAZ69 түссе, ол ең керемет машина. Бізде дәл қазір BMW F90 түсті. Келесі контейнерде қандай машина түсетінін алдын ала комментарияға жазып кетеміз. Енді біз дәл қазір контейнер ашамыз. Автомобильден бізге түсті. Бұл жерде GAZ69 машинасы түсті. Енді бұны бір примерно 150-200 миллионға сатсақ болады. Дальше соңғы біздің автомобиліміз бұл бізде болады. Бұл жерде бізде Kawasaki Ninja, яғни бұл бізде қандай машина? Бұл машинамыз, бұл бізде мотоцикл деген көлік. Енді біз дальше автосалонға барамыз. Енді сендер қандай ойын ойнап жатсың деген сұрақ қойсаңыздар, бұл ойынның аты City Mobile. City Mobile'да мен осы видеоның описаниясына ссылкасын қалдырып кетемін. Ссылкаға кіріп ойынды жүктеп алсаңдар болады. Енді мен дальше өзімнің TikTok және Instagram'da профильге қалдырып кететін боламын. Енді біз дәл қазір машинамызды шығара саламыз. Енді бұл жерде мен дәл қазір абыстаймын. Ең алдымен арна тіркеліп лайк басуды ұмыт кетпейміз, және комментарияға видео ұнады деп жазып кетейік. Енді біз дәл қазір машинамыздың шығарамыз. Ең алғашқы машина бұл бізде Mercedes GT63 автокөлігі. Енді бұл бізде GOSқа неше кететінін білмеймін. Дәл қазір жазып GOSқа кетіреміз. Бұл бізде 7 миллионға кетеді, бірақ услугамен 5-6-ға кетті. Екінші машина бұл бізде BMW F90 көлігі. Меткі шығарамыз және барамыз. Төбесіне тұрған BMW F90 ол менің көлігім. Дәл қазір біз бұны GOSқа сливать етіп көреміз. Бұл 9-5 услугамен 7-6-ға кетті. Келесі машина ол бізде GAZ69 машинасы. Бұл машинаны GOSқа сливать етпейміз, өзімізде сақтап, бұл рынокқа сататын боламыз. Міне төбедегі GAZ69 машина. Келесі бізде Kawasaki Ninja мотоциклі. Бұл бізде GOSқа 10 миллион кетеді, және услугамен қазір көреміз 8 миллионға кетті. Ал сендермен мен болған Барс. Видеоны сағына тіркеліп лайк басып кет, ойын профильдегі сілтемеде тұр.